Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін қазы дайындайтын боламыз. Ең алдымен тоз бұрыш чесноктарын бір-біріне араластырып аламыз. Біз қазір ең алдымен өзінің ішегіне сыймайтын ең майлы деген қазыны жасаймыз. Тоз бұрышын жағылған нені жаңағы жасанды ішекке салып, екі шетін кесіп, жіппен қаттырақ байлап шығамыз. Байлап болғаннан кейін екі шетін артық жібін кесіп тастаймыз. Одан кейін біз қабырғалы қазын жасаймыз. Одан кейін ең бірінші қабырғаның жаңағы артық сүйегін арамен кесіп тастаймыз. Қазанға сыйымды болу үшін барлығын осылай кесіп боламыз. Осылай кішкене қысқарады. Қысқарғаннан кейін жаңағы сместі араластырып жағып шығамыз. Молырақ жақсаңыздар, қазыңыз жақсырақ әдемді болып шығады. Мінекей осылай барлығына тегіс жетіп жағып шығамыз. Одан кейін ішекке жаңағы қабырғалық қазымызды ақырындап жыртып алмай салып шығамыз. Одан кейін екі жағында қалған артық шегін кесіп жіппен байлап 4-5 сағатқа маринадтау болғанша қойып қоямыз. Одан кейін тоңазытқышқа саламыз. Каналға лайк басып, тіркеліп кетіңіз. Келесі видеомды жіберіп алмаңыз. Сіздермен болған Әйгерім.